Абай облысында жыл басынан бері 191 есірткі құқық бұзушылық тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, бүгін біз қоғамның ең өзекті әрі алаңдатарлық мәселелерінің бірі нашақорлық пен қылмыс арасындағы байланыс туралы сөз қозғаймыз. Микрофон алдында мен, Арайлы Мирланқызы. Бүгінгі эфиріміздің құрметті спикермен таныс болсаңыздар, Абай облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының аға жедел уәкілі полиция капитаны Үкіжанов Думан Масхотұлы. Қош келдіңіз. Олай болса, бірден сұрағымызға көшсек, неліктен есірткі мәселесі бүгінгі күні дәл біздің Абай облысымызда ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр? Қош көрдік, Арайлым. Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгінгі жаңағы бірінші сұрағыңызға байланысты айта кетейін, яғни есірткі деген мағына жалғыз біздің облысымызда емес, бұл қазіргі уақытта әлем бойынша әлемдік үлкен дерт болып соған айналуда. Яғни сонымен қазіргі уақытта біз күресудеміз. Ал осы есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметі туралы қысқаша айта өтсеңіз. Енді біздің басты жұмысымыздың мақсаты бұл яғни есірткі қылмысына қарсы қылмыстың алдын алу және ашу, сондай-ақ профилактикалық тұрғыда халықпен жұмыс істеу болып табылады. Ал осы соңғы жылдары осы облыс бойынша қанша есірткі қылмысы тіркелді және статистика туралы айта кетсеңіз? Соңғы жылдарға келетін болсақ, қазіргі уақыттың өзінде біздің Абай облысымызда статистикаға жүгінетін болсақ, 2025 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша 191 және қылмыс тіркелді деп өзіңіз айтып кеттіңіз. Соның ішінде 89-ы бұл яғни қылмыс болып есептелінеді, қалғаны қылмыстық тәртіптік құқық бұзушылық болып саналады. Қазіргі уақытта заңсыз айналымнан 415 килограммнан артық есірткі зат тәркіленді. Сондай-ақ осы қылмысқа байланысты 32 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде тағы да айта кететіні, осы жерде екеуі 18 жасқа толмаған, яғни кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер болып табылады. Ал осы сіздің ойыңызша есірткіге тәуелділік пен қылмыс арасындағы негізгі байланыс неде деп ойлайсыз? Есірткіге тәуелділік енді адамның өзіне байланысты болады. Қылмыстың енді әртүрлі болуы, жаңағы ұрлық, мал ұрлығы, алаяқтық дейміз. Бірақ яғни біз енді олдай қылмыс емес, біздің қылмыс яғни есірткі қылмысымен күрес болғандықтан біздің енді қылмыс ашудың өзі бөлек болып саналады біздің жұмыста. Өте қиын болып келеді және. Өйткені біз жаңа айтып өткендей ұрлық, алаяқтықпен айналыспаймыз, тек қана бір бағытта, бір есірткі қылмысымен күресеміз. Біздің жұмыста яғни ең бастысы қазіргі уақытта мына кеңінен тарап кеткен заманауи тілмен айтқанда закладчиктер дейді ғой. Енді олар бізде ең көбі қылмыстың түрі қазір бесконтактный. Әлеуметтік желілер арқылы, жаңағы соның ішінде айтатын болсақ, Telegram, Instagram, солар арқылы қолдан қолға емес, яғни біз білмейміз оны кім ететінін. Сондықтан біз оларды іздеп табуға тырысып, жауапкершілікке тартуға бағытталған біздің жұмыс. Ал оны сіздер қалай анықтайсыздар? Яғни Telegram, мысалы олар боттан ба, қалай жұмыс істейді, схемалар бар ма олардың? Жаңағындай айтып өттім ғой, әлеуметтік желілер арқылы көп таралған, соның ішінде біздің Telegram каналы арқылы, яғни белгісіз бір адам, яғни жұмыс беру арқылы, например, курьер деп адамды нетеді, оңай ақшаға тартады, соған байланысты барлығы соған жұмысқа барады, және оңай ақша табам деп, яғни арты бірақ оның түрмеге әкеліп соғады. Біздің жұмыс енді Telegram боттарды арқылы да іздейміз, қалай айтсақ болады. Telegram ботпен яғни табуға болады, Telegram боттардың көбінің біз жарнамалайтын, есірткі сататын дүкендердің барлығын біз бұғаттаймыз қазіргі уақытта. 400-ден астам қазіргі уақытта осы жыл басынан бері сондай немен айналысатын Telegram боттар бұғатталды. Жақсы. Ал мысалы көріп жатамыз, көшелерде, яғни стеналарда, қабырғаларда жазу жазып кетеді. Ондай жағдайда сіздер қандай жұмыстар атқарасыздар? Яғни ол бір код ба? Ол үшін енді Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 299 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік көзделген. Яғни бұл жаңағы наркосайттарды, нарконелерді жарнамалау деп табылады. Әрине, онымен де күресудеміз. Жұмыстар атқарылды қазіргі уақытта. Жақсы. Ал осы есірткіге тәуелділік қылмыс әлеміне кіру нүктесіне айналып бара жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Есірткіге тәуелділік әрине айналып бара жатыр. Өйткені есірткіге тәуелді адамды
бір нәрседен бетін қайтару өте қиын деп ойлаймын мен. Өйткені қазіргі уақытта тәуелді адамдар аз емес, күннен көбеюде. Оның үлкен бір себебі қазіргі уақытта бізде дамып тұрған синтетикалық есірткі заттар болғандықтан кейін. Мысал үшін 5 жыл бұрын біздің облысымызда синтетикалық есірткі дегенде ешкім білген жоқ, ешкім естіген жоқ. Бұндай тақырыпта өзекті мәселе қозғалған жоқ. Қазіргі уақытта әрбір қоғамдық неде осы синтетикалық есірткіге қарсы бағыт алу үлкен бір жолын тауып жұмыстар атқарылуда қазіргі. Сондықтан да тәуелділік алған адам ештеңеден тайынбайды. Өйткені әрине емделуге болады, адамның өзіне байланысты, ниетіне байланысты барлық нәрсе. Емделем дейтін адам емделеді, бірақ есірткіге тәуелділік туған адам, соның ішінде синтетикалық есірткі тәуелді болған адамның күні санаулы. Мен солай айтқым келеді, өйткені бұл ғылыми түрде де, дәрігерлердің медициналық түрде де уже дәлелденген болып келеді. Көбінесе қандай қылмыстар жасайды ол кісілер? Қалай айтсам болады, енді есірткіні алу үшін көбінесе енді ақшаға келіп тіреледі барлығы. Ақша табу үшін адам неге бармайды сондықтан ол тәуелділік, наркозависимость дейді ғой, орысша айтқан кезде, ол енді итеріп тұрады ары қарай. Көбінесе ұрлық, көбінесе мен наркокурьер олардың. Ол кісі тұтынды дейік, есірткіні. Одан кейін ол мысалы көшеге шығып кетуі мүмкін, ол кезде қылмыстар бар ма, сондай сіздерде тіркелген бе қылмыстар? Ол кісі не жасап қойды деген сияқты? Жоқ, ондай қазіргі уақытта өте ауыр аса ауыр қылмыстар тіркелген жоқ, есірткісіне байланысты. Бірақ енді ондай есірткі затын пайдаланып далаға шығып жүрген адамды полиция қызметкерлері оларды ұстап алса, әкімшілік құқық бұзушылықтың әкімшілік кодексінің 440 бабы бойынша олар қазіргі таңда жазаға тартылады. Осы жастарды заңсыз есірткі айналымына тартуды интернет пен әлеуметтік желілердің рөлі қандай қазіргі таңда? Өте жоғары деп айтқым келеді. Осыған өзім де тоқталғым келген. Енді бізді бүгінгі таңда естіп көріп отқан ата-аналар бар, жасөспірімдер бар. Соларға біз енді әр кезде осындай ұйымдастырылған кештер, немелер болған кезде әрдайым айтамыз. Әрбір үйде ата-ана егерде өз баласының бір 5 минут ұялы телефонына көңіл бөліп қараса, көптеген дүние шығады, баласын басқа қырдан да танып қалуы мүмкін. Сондықтан да біз профилактикалық тұрғыда біз осы Семей қаласы, Абай облысы бойынша, бүкіл неменеде республика бойынша айтайын, профилактикалық іс-шараның барлығы осы жастарға, көбінесе бет бұрып жастарға арналған. Солар осы есірткі жолына түспесін, есірткі бизнесіне кіріп кетпесін. Үлкен ұғым айттым ғой, заманауи тілде айтқан кезде закладчиктер дейміз. Оның барлығы сіз өзіңіз сұрағыңызда айтып өттіңіз, желілер, әлеуметтік желілердің рөлі. Мен тағы да айтамын, рөлі өте жоғары. Өйткені олар әрбір жарнама береді. Міне, сен күніне 100 мың табасың, айына миллион табасың. Сондықтан да бәрі оңай ақша тапқысы келеді, бірақ ең аяғы, ең соңында көретін жері ол темір тор, яғни түрме. Одан басқа мен жол жоқ. Одан тағы да айтамын, осы міне көріп отқан ата-аналарға бір сәтке бір уақыт бөліп балаларыңызға қарап, ең басты бүкіл нәрсе қазір интернетте ғой, телефонда бір көңіл бөліп, бір қарасаңыздар, өздеріңіз көп нәрсені түсінесіздер. Может, сіздер сол бір қарағанмен балаңыздың тағдырын шешесіздер. Өйткені осындай неменеге кіріп, қазір сотталып отқан жастар көп, сотталып отқан осы закладчиктердің арасында жас шамасы 18 бен 25 арасында ең көбі. Біз енді солай Абай облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы қимыл басқармасының атынан тағы да айтамыз, ата-аналарға немесе үйде бала ұстап отқан үлкен кісілерге, барлығы мектеп оқушыларына, университет қабырғасында жүрген ұстаздарға, бәріне бір балалардың, студенттердің соткасын бір момент қарап, кішкене тексеріп отыруларыңызды сұраймыз. Елімізде осы есірткі қылмыстарына қарсы күрес болашағын қалай елестетесіз? Болашағын айтатын болсам, мен айттым ғой, халық болып, бәріміз осы құқық қорғау органдар болып бірге бірлесіп, бір-бірімізбен жұмыс істейтін болсақ, онда біз енді есірткінің де барлығын жеңеміз деп ойлаймыз. Болашақта енді көптеген алға қойған мақсаттар бар. Сол мақсаттарға жетеміз, жету үшін жұмыс істейміз.
есірткі қылмысымен енді күресуді біз енді қоймаймыз. Сол. Осы есірткіні тарататын адамның бір белгілерін атап өтсеңіз, қандай белгілер бар олардың? Может, психологиялық бір сразу білініп қоятын. Есірткі тарататын адамдардың енді көбісі енді полиция қызметкерлерін көріп қалған кезде өздері енді шошынып түрлерінен психологиялық не береді ғой. Тәуелді адамдарда мысалы үшін енді осы есірткі қолданғанда жаңағы бұрынғыдай енді шөп деп айтамыз ғой, наша немес, қазіргі таңда дамып тұрған синтетиканы қолданған адамның неменесі ол шизофренический немене беріп тұрады, психологический. Олар ең басты өзі нететіні шалдығатын ауруы ол шизофрения. Және ашуланшақ болып келеді. Осы Абай облысы бойынша қанша адам осы есірткіге тәуелді? Қазіргі осы біздің осы бүгінгі күнге дейін медициналық немене сараптамалық нелер бойынша бізге берген тізім бойынша қазіргі уақытта 397 тәуелді адам бар. Яғни есірткіге тәуелді. Синтетикалық есірткі деп жатамыз, соның ең көп таралған түрі қалай? Қандай? Қазіргі енді уақытта ең синтетикалық есірткінің ең көп таралған екі түрі бар. Бұл яғни скорость, жылдамдық, альфа PVP деп атаймыз. Одан екіншісі мефедрон екеуі. Ең үлкен дамып және қарқынды түрде тарап тұрған. Ең көп қайсысын тұтынып жатады адамдар? Екеуі де бірдей деп айтуға болады. Құрметті көрермен, бүгін біз нашақорлық пен қылмыс арасындағы өзара байланысты, оның қоғам мен болашаққа тигізетін зардабын талқылаған болатынбыз. Есірткі өмірді бұзатын, адамды еркіндігінен айыратын күш. Әрбір атана, әр ұстаз, әр азамат жастардың болашағын бей-жай қарамаса, қоғамда қауіпсіз, елде еңсеулі болмақ. Салауатты өмір салтын ұстанайық, саналы таңдау жасайық. Сіздермен бірге болған Абай облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының аға жедел уәкілі полиция капитаны Өкіжанов Думан Масхотұлы. Подкастымызға келгеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта сіздерге жұмыстарыңызға тек қана сәттілік